Қайырлы күн достар, сіздермен Баян. Бүгін біз үй жағдайында тез дайын болатын пицца әзірлейтін боламыз. Пицца өте жұмсақ, дәмі де ерекше болып шықты. Дәл осы менің рецептіме жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Достар, менің видеомды көрмес бұрын бірінші менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздерді алда неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Ендеше пицца дайындауды бастайық. Бірінші жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне жылы суымызды. Екеуінің температурасы бірдей болуы қажет. Оның үстіне бір ас қасық қантымызды саламыз. Қантымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін бір ас қасық дрож қосып, ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Бетін жауып 10 минутқа қоя тұрамыз. 10 минут өткеннен кейін бізде осындай опара дайын болады. Үстіне шым-шым тұз салып, ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Мен бастапқыда осылай ұнды қасықтың көмегімен араластырып алдым. Онан кейін қолымен жақсылап қамыр иледім. Біздің қамырымыз тым қатты болып кетпеуі қажет. Қамырымызды бір ас қасық шемішкі май қойып, осылай жақсылап илеп аламыз. Бетін жауып 10 минуттан кейін тағы бір қайтарып илейміз. Илеп болғаннан кейін 20 минутқа жылы жерге орап қоямыз. 20 минут өткеннен кейін менің қамырым осындай болып әдемі болып көтерілді. Қамырымызды бірдей екі бөлікке бөлеміз. Мен біреуіне колбасамен, біреуіне помидормен дайындадым. Қамырымызды қатты жұқа қылмай, орташа көлемде жайып аламыз. Осылай барлық жерін бірдей қылып әдемілеп жайып аламыз. Жайып болған қамырымызды қағазымызға төсейміз. Достар, егер менің видеом ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Осылай қағазымызға төсеп, бетіне соусымызды жағамыз. Менде помидордан дайындалған соус болды. Осылай барлық жерін жақтым. Соустан кейін міндетті түрде ірімшік қосуды ұмытпаңыздар. Менде комо сыры болды. Осылай майда терканың көмегімен осылай өткізіп алдым. Үстіне колбасамызды қойып, қызып тұрған пеште 200 градуста 7-8 минутта пісіріп аламыз. Бұл тез дайын болады. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан пешке қарай отырамыз. Менде осындай екі түрлі пицца дайын болды. Пиццамыз піскен кезде бетіне сырымызды құйып, 2 минутқа пешке қайтып салып аламыз.